Армысыздар, құрметті отандастар. Бүгінгі тақырыбымыз Шыңғыс хан отырар қаласын шын мәнінде қиратып тастады ма, әлде жоқ па деген тақырып жайлы болмақ. Көптеген отандастарымыздың санасында қазақтардың ең көне қаласы отырарды Шыңғыс хан қиратып тастады деген ұғым қалыптасып қалған. Және осы күнге дейін ұмытылмай мазалап келетіні де бар. Бірақ ол ұғым шын мәнінде шындыққа жанаспайды. Бұл туралы орта ғасырларда жарық көрген еңбектерде нақты дәлел болатын деректер келген. Солардың бірі Фазлуллах ибн Рузбихан Исфаханидың 1509 жылы, яғни Шыңғыс хан отырар қаласын азат еткеннен кейін 289 жыл өткеннен кейін жазған Мехман Намаи Бұхара қонағының жазбалары кітабының 154 бетінде мынадай деректер келтірілген. Бұрындық хан мен Шайбан ханның аталастарының ортасында текетірес жағдайлар көп болды. Солардың қатарынан Мауереннахрды жеңіп алудан бұрын бір оқиға болған еді. Түркістанның иеліктері мен қалалары жеңіп алынған кезде отырар бекінісіне билік мәртебесі патшалықтың қорғаушысы Мұхаммед Темір сұлтанға тиесілі еді. Содан ол мәртебелі отырар бекінісінде өмір сүрген кезінде өзі өте жас болғанына қарамастан, Дешт хандарымен және сұлтандарымен жауласу мен қырқысушылықтың қақпаларын ашты. Бұрындық хан сұлтандарымен және 30 мыңнан астам атты әскермен бірге осы бекіністі мәртебелі Мұхаммед Темір сұлтанмен бірге қоршауға алып, оған қарсы соғыс ашып дұшпандық пен текетірес бастады. Мәртебелі сұлтан даналық мәтелде арыстанның күшігі де негізінде арыстан іспетті деп айтылғандай, ол кішкентай болғанына қарамастан қорқуға да, қамығуға да бой алдырмады. Бекіністі қорғаудың әдіс тәсілдері бойынша мықтап күшейтті. Сөйтіп өз сұлтандық мерейінің жаңғырығын Дештік хандардың санасының құлағына жеткізді. Сосын қоршау ұзақ уақытқа созылып кетті. Ал оның Бұрындық ханның әскері болса, әлсіздік пен мардымсыздықтан басқа ештеңе танытпады. Және ешбір батыр бекініс тұрғындарына әскеріне күш пен басымдылық көрсете алмады. Солайша ол өзін майданда әлсіз сезініп, ақыр соңында Бұрындық хан бұл мықты биік қабырғалы бекіністі жеңіп алудан үмітін үзді де, алға көлденең тартқан атты Фарзинбандтан, яғни Ферізді байлап қоюдан шығарды. Яғни қоршауды тоқтатты да, ол орнынан түрегеліп, Дешт тарапқа бұрылды да, жаяу, жеңіссіз құр қол кетті. Ал шындығында бұл соғыс ойынында Бұрындық ханға мат қойылып, ол жеңіліске ұшырады деп баяндалады. Осы деректен отырар қаласы мен оның қамал қорғаны 1500 жылдары әлі қаз қалпында сау болғандығы, яғни қиратылмағаны анық белгілі болады. Сондай-ақ мұндағы айтылған оқиға Шыңғыс хан отырар қаласына келген кезден арадан 289 жыл өткеннен кейін орын алған. Яғни Шыңғыс хан отырар қаласына хижри бойынша 616 жылы, милади бойынша 1220 жылы келген болатын. Ендеше арадан 289 жыл өткеннен кейін де отырар қаласы мен оның қамал қорғанының әлі сау болуы оның Шыңғыс хан тарапынан қиратылмағандығын көрсетеді. Сондай-ақ бұл жазба деректе келген ақпарат нақты дәлел болып табылады. Осыған байланысты Шыңғыс хан отырар қаласын қиратты деген пікірді ешбір дәлелсіз айтылған, негізсіз құрылған бос әңгіме деп тануға болады. Сондай-ақ ешбір тарихи жазба дерек көздерінде Шыңғыс хан отырар қаласын қиратты, түгелдей жойып жіберді деген деректер кездеспейді. Бұл ақпараттар Мехман Намаи Бұхара кітабынан алынды. Бұл кітаптағы деректер осы күнге дейін қазақ тіліне аударылмаған болатын. Міне енді ғана қазақ тіліне аударылып жатыр. Міне осындай деректерден отырар қаласын Шыңғыс хан ешқашанда қиратпаған және талқандамағанына куә боламыз.